Қайырлы күн достар, бүгін осындай өте дәмді тез пісетін зебра пирогын дайындайтын боламыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Егер де менің рецептім ұнаса, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, үстінен қант саламыз. Венчикпен немесе миксердің көмегімен қантымыз толықтай ерігенше дейін жақсылап араластырып аламыз. Қант пен жұмыртқаны араластырып болған соң үстінен қаймақ саламыз. Менде 20% қаймақ. Тағы да аздап араластырып аламыз. Енді үстінен ертілген сары майымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды дайындап аламыз. Ұнға 1 шай қасық разрыхлитель, аздап ас содасын салып араластырып аламыз. Енді ұнымызды саламыз. Мен ұнды осылай 2 бөлікке бөліп, ситадан өткізіп алдым. Ұнды осылай бөліп салған, араластыруға да ыңғайлы, арасы да түйін болмайды. Піскен кезде пирогтарыңыз өте жұмсақ болып піседі. Міне мен араластырып болдым. Менде осындай қамыр болып шықты. Енді осыны басқа ыдысымызға құйып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Бір ыдысымызға 2 ас қасық какаомызды ситаның көмегімен өткізіп, қалған түйіршіктерін алып тастаймыз. Содан соң жақсылап араластырып аламыз. Осылай араластырып шыққан соң формамызды дайындап, формамызға 2 қасықтан осылай видеода көрсетілгендей кезек-кезектен құйып аламыз. Менің формамның диаметрі 26 см. Сіздер 22-24 кіші формаларға да пісіріп алсаңыздар болады. Енді қамырымыз толықтай құйып болған соң, осындай ағаш таяқшаның көмегімен осылай узорлар жасап шығамыз. Содан соң алдын ала қызып тұрған пешке 180 градусқа пирогымызды 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, осындай өте керемет, дәмі өте тәтті, жұмсақ пирог болып пісіп шықты. Міндетті түрде осы пирогты жасап көріңіздер. Мен видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлвера.